Үлкендер жолы ұлылық, ұрпағы жүрер ұғынып дегендей, институттың 70 жылдық мерейтойы қарсаңында ардагер ұстаздармен жүздесіп, сұхбаттасқан едік. Ұстаздардың ұстаз атанған киелі қара шаңырақта талмай еңбек еткен ұстаздарымыздың қажырлы еңбектері, жемісті жетістіктері жас буынға үлгі өнеге. Бүгінде ардагер ұстаздарымыз талғаусыз еңбектің жемісі ретіндегі зейнет жасқа жетіп, құрметті еңбек демалыстарында. Ардагер ұстаздарымыз 70 жылдық тарихы бар білім ортасында қызмет еткен кездері институттың тыныс тіршілігі туралы сыр ақтарды. Ендеше ұстаздарымыздың сыр сұхбатын назарларыңызға ұсынамыз. Менің аты-жөнім Исмагулов Мұхамбет Мұталапұлы болады. Облыстық педкадрлардың біліктілігін арттыру институтында біршама жылдары қызмет атқардым. Жалпы бұл институтқа келген жылым 1991 жылы тамыз айында жұмысты бастадым. Содан енді 2 ай, 3 ай өткеннен кейін Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялап 16 желтоқсанда 91 жылы тәуелсіздікке бет алды. Сол уақыт, сол жылдары мен тарих кабинетінің меңгерушісі болдым. Бұл мезгілде негізінен пән бойынша бөлінетінді әкімшілік жүйе. Содан кабинет дегендер бізде әр мамандық пән бойынша. Мен сол тарих және қоғамтану пәнінің кабинет меңгерушісі болдым. Енді 92 жылға аяқ басқан жылдары білім саласында, білім жетілдіру саласында көп өзгерістер болды, күрделі өзгерістер. Себебі КСРО кезінде оқушылар, мұғалімдер, енді жоғарғы оқу орнында оқығандар, арнайы педагогикалық оқу орындарында оқығандар КСРО тарихын оқып келді. КСРО тарихында Қазақстан тарихының үлесі өте аз болды. Бір шағын ғана пышақтың қырындай оқулық болып, Ермахан Бекмахан авторы, белгілі тарихшы. Онда да жалпылама сол кеңестік коммунистік идеология бағытында шеңберінде жазылған. Енді тәуелсіздік алғаннан кейін біз өз төл тарихымызды оқуға тура келді. Енді оны оқытайық десек, мұғалімдердің білім жетілдіру курсында келгенде оларға жаңа мәлімет берейік десек, білім оқулық жоқ. Оқитын ұстаздар, лекторлар, дәріскерлер жоқ. Содан сол жылдар өте қиын, ауыр жылдар болды, тарих пәніне байланысты. Сол курстарға мұғалімдер келеді, жаңалық алғысы келеді. Қазақстан тарихы оқу бағдарламасына енгізілді. Сағат бөлінді мектептерде, оқу орындарында, жоғары оқу орындарында. Ал оқулық мәлімет аз болды. Содан республикадан мықты деген тарих пәнін білетін, Қазақстан тарихын жақсы білетін дәріскерлер шақырды. Мысалы кететін болсақ, Казмудан тарих ғылымының докторы, профессор, қазір фамилиясын ұмытып отырмын, есімі Жұлдызбек деген дәріскер шақырды. Алматыдан Марат Сырлыбаев деген лектор, өте бір мықты лектор, келіп дәріс берді мұғалімдерге. Ақмола қаласынан Сәрсекей Бауыржан деген лектор, екі тілде бірде сөйлейді, орысша, қазақша. Сөйтіп біртіндеп жылдар өте келе оқулықтарда жазылды. Дәрісте бір жолға түсті, дұрыс жолына. Сөйтіп 95, 96, 97 жылдары кішкене біз жаңа бір сондай оң өзгерістер пайда болды. Тарих саласында, оқыту саласында. Ал енді жалпы білім жетілдіру институтын туралы айтатын болсақ, биыл енді 70 жыл толғалы тұр. Келесі жыл, 22 жыл, 70 жылға толады. Біз осы институттың тарихын іздей бастадық. Архивтерден, жаңағы
бұрынғы істеген қызметкерлерден сұрастырып материал жинақтадық. Бізде институт жанында, облыстық білім басқармасының жанында педагогикалық музей ашылды. Соған біз материал жинадық, жан-жақтан. Бұрынғы осы институттың басшылары кімдер екен, солар туралы мәлімет. Бұл институт қай жылы құрылды, ресми құжаттар іздеп таптық. Сол бір құжаттарда 1952 жылы осы Орал облыстық мұғалімдер жетілдіру институты ашылған екен. Содан біраз материал жинақтадық. Жылына мен осы 91-ден 2011 жылға дейін, 12 жылға дейін қызмет атқардым, 20 жыл осы институтта. Сол 20 жылдың ішінде 5 жылдай институт проректоры болып жұмыс істедім. Көптеген бір жаңалық, бір республикалық деңгейдегі маңызы бар шаралар өткіздік. 1999 жылы жыл мұғаліміне қатысып, біздің тарихшы мұғаліміміз Жақсығали Жаңабек Жаңабайұлы гран-при жеңіп алды. Соны әдіскер ретінде мен өзім бірге барып, сол жүйеге, конкурсқа, сайысқа қатысып, гран-при жеңіп келдік. Содан кейін 2000 жылы, келесі жылы облыстық республикалық жыл мұғалімі конкурсы осы Орал қаласында өтті. Соны дайындадық. 2001-2002 жылдар болар деймін, республикалық оқушылар олимпиадасын өткіздік. Осы біздің институт бар, жаңағы білім басқармасы бар, бірігіп. 1998 жылы республикада алғашқылардың бірі болып, біз ұстаз журналын аштық. Облыстық ұстаздар журналы, ұстаз деп аталды. Содан 2003-2004 жылдар болар деймін, облыстық педагогикалық газет ұйымдастырып аштық. Сондай жаңағы үлкен қызметтер атқардық. Көп жылдар бойына 12 жылдық жүйеге көшеміз деп мұғалімдер дайындадық. Сондай жұмыстар атқарылды. Енді мына бірге істеген әріптестер жөнінде айтатын болсақ, кадрлар жөнінде айтатын болсақ, 91 жыл мен жұмысқа келгенде мені қабылдаған Өтебай Құспан директор болды. Ол 1985 жылдан болар деймін, осы директордың, институттың директоры болды. Содан ол кісі 2012 жылға дейін, 11 жылға дейін осы институттың директоры болды. Айтайын дегенім, республикада ең ұзақ істеген директорлық қызметінде білім жетілдіру институттарының арасында осы Өтебай Құспан. Жалпы республикаға біз семинар, конференция, жиналыстарға барған кезде Қазақстандағы облыстық білім жетілдіру институттардың директорлары Өтебай Құспанұлы біздің президентіміз деп атайтынды. Сондай жаңа өзі жоғары дәрежелі болды. Жылына 2000-3000-дай педагог мұғалімдердің білім жетілдіру жұмыстарын, курстарын өткізіп отырды. Тек қана курс емес, семинар, конференция, тәжірибе алмасу, конкурстар, олимпиадалар, тағы көптеген басқа педагогикалық шаралар өткізіп отырдық. Және негізі осы біздің институттың жанында өтті. Мен әріптестер болған кабинет меңгерушілері, одан кейін құрылым өзгеріп, кафедра деген пайда болды, отделдер пайда болды. Бірге істеген қызметкерлерді жолдастар айтып өтейін. Ол математика пәнінің мұғалімі, кабинет меңгерушісі Любовь Рамазановна Житова, химия, биология пәнінің
кабинет директоры Гүлжанова Нұрған Азаматовна, қазақ тілі әдебиеті пәнінің кабинет меңгерушісі Шканова Бақтажгуловна, және Хайрулловна деген біздің әріптестер бірге жұмыс атыр. Сәуле Жәдігерівна бастауыш класстар кабинетінің меңгерушісі. Енді әр адам өзінің істеген уақыты өзіне ыстық, қымбат. Мен енді 20 жыл осы білім жетілдіру институтында істеген екенмін. Айта берсе, әрине, әңгіме көп, еске түсе береді ғой енді. Енді мұғалімдерге енді олардың пікірлері бойынша енді біз жылына 4-5 рет аудандарға шығып дәріс береміз, жылжымалы курстар, семинарлар өткіземіз, аудандарға барып, мектептерге барып. Сол өте тығыз қарым-қатынаста болдық. Мұғалімдермен, мектептермен, жалпы педагогикалық қызметте істейтін қызметкерлер. Өз пәніміздің мұғалімдерін өте жақсы танып білдік. Оның қай мектепте озық тәжірибе бар, қай мектепте жоғары сабақ деңгейде сабақ беретін мұғалімдер бар. Солардың бәрін байқап, көтеріп, тартып деген сияқты жоғары деңгейге аттестация өткен кезде мақалаларын алып, газет журналдарға, республикаға тәжірибелер таратып отырған жағдай болды. Өте бір сондай маңызды, қызық қызмет атқарған сияқтымыз деп ойлаймын өзім. Әркім өзім істеген жұмысын жаман істедім деп айтпайды ғой, дегенмен біздің енді әркімнің өзінің пікірі бар ғой. Сондай бір қызық жүйе, қажет жүйе болған сияқты. Кеңес дәуірінен бері мынандай бір тәртіп болды. Мұғалімдер, педагогтар 5 жыл сайын өз біліктілігін арттыру міндетті болды. Енді ол КСРО-дан келатқан тәртіп осы соңғы уақытқа дейін солай болып келді. Енді жақын арада президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев бір ұсыныс жасады. Президенттің ұсынысы сөзді далаға қалмайтын болар. Ендігі қазіргі заманға байланысты педагогтардың білімін, біліктілігін 3 жыл сайын арттырып отыру керек. Жетілдіріп отыру. Енді сондай бір өзгеріс, оң өзгеріс, дұрыс өзгерістер енді орын алар деген ойдамыз. Енді бүкіл қазіргі істеп жатқан ұжымда, біліктілік арттыру институтының ұжымын келе жатқан мерейтоймен құттықтаймын, институттың 70 жылдығымен. Жұмыстарына табыс тілеймін, дендері сау болып, әрдайым жоғары деңгейден көріне берсін.